Дайындалу жолы ұзақтау болғанымен 15 минутта пісетін өте дәмді шымшыма тағамын дайындаймыз. Ең алдымен суға тұз, жұмыртқа, майды құйып араластырып, қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымыз тынғанша керекті көкөністерді ұсақтап турап аламыз. 30-40 минуттай тынып тұрған қамырымызды әдемілеп жұп-жұқа етіп жаямыз. Мінекей жұқалығын көріп тұрсыздар. Қамырымыздың жарты бөлігіне осылай сұйық майды жағып, екінші жартысымен осылай майды кішкене сіңіріп аламыз. Осылай ұзын жолақтарға бөліп, бірінің үстіне бірін дәл осы видеодағылай қойып, қамырды төрт бұрыштеп бөліп аламыз. Барлығын дайындап алсақ, табамызға майымызды құйып, 5-6 минуттай тартылған етімізді қуырып аламыз. Кейін үстіне пиязымыз бен сәбізімізді қосып қуырамыз. Оның үстіне тұз, бұрыш және кептірілген сарымсағымызды салып, және қуырамыз. Көкөністер мен қамыр бір уақытта пісу үшін көкөністерді мейлінше ұсақтап турағандарыңыз абзал. Мінекей енді картопты кішкене қуырып, қазір 40 қабатымызды саламыз. Кейін үстіне ас көк сеуіп, әдемілеп араластырып, осылай бір тегістеп алып, үстіне қамырымызды дәл осы видеодағыдай қойып шығамыз. Бұл тағамға су құйылмайды, сондықтан барлығын осылай жайғастырып алсақ, астын баяулатып, қақпағын ашпай тұп-тура 15 минут пісіреміз. Жұп-жұқа болып біркелкі жайылған қамыр дәл осылай болып піседі. Ортасы пісе ме, піспей ме деп сұрақ қоя бермей пісіріп көріңіз, өте дәмді шығады. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз.